Бүгін мен 16 ғасырда Сібірдегі ең қанды ол қарақшы атаман Ермак жайлы және оны өлтірген қазақ батыры Сәтбек жайлы айтатын боламын. Достар, негізгі жұмыстан бөлек күніне 1-2 сағат арнап YouTube'дан айына 1 миллионға дейін табыс табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Ермактың шынайы аты белгісіз, оны татарлар тоқмақ деп атаса, қазақтар жармақ деп атады. Орыстар Ермак деп атаған, Сібір хандығында дүниеге келген. Деректерде қазақтар Сібірге шапқыншылық жасағанда Ермактың отбасын өлтіріп кеткені айтылады. Ермак жалпақ бетті көшпенді болған деп, оның ноғай немесе татар болғаны айтылады. Сібір жазбаларында Ермак өте күшті болған, жоқшылықтан құтылу үшін жұмыс істегені айтылады, бірақ қара жұмыстан шаршап қарақшылықпен, барымташылықпен айналысып кетті. Қарақшылықпен зорлық-зомбылыққа бейім болып алып, өзі сияқтылардан топ құрып ауылдарды жаппай шаба бастады. Тіпті орыс патшалығына өтіп кетіп, шабуылдарын бір сәтке де тоқтатпады. Бұл бассыздықтарды тоқтату үшін орыстар әскер шығарып оны қуып шықты. Ермак жан-жақты кезіп жүріп парсылар мекендейтін жерге дейін қашып кетті. Көп ұзамай қайтадан үйреншікті әдетін көздегенде парсылар оны қуып шықты. Қайда барса да қуғындалып оралға келді. Осы тұста Атышулы Ермак деген қарақшы бар екендігін естіген орыс патшасы Иван Грозный оған: «Ермак, сен өмір бойы осылай кезіп жүрем деп ойлайсың ба? Олай көпке бармайсың. Көшімнің не менің жасағымнан ажал құшасың. Бірақ маған қызмет етер болсаң, саған қолдау көрсетемін. Ал менің жауларымды өзің армандағандай тонайсың» деген мағынада ұсыныс білдірді. Бұл тиімді келісім деп білген Ермак орыстарға қызмет етуге келісті. Солайша қазақтардың басшысы атаман Ермак жаңа күшпен зұлымдықтарын бастады. Ол бастапқыда орыс әскерлерінің қатарында литвалықтармен, шведтермен және даниялықтармен соғысып үлгерді. Артынша көшім ханға қарсы әскер бастап қолбасшылық етті. Орыстардың Сібірді жаулауына өте үлкен үлес қосты. Өз халқын аяусыз қырғынға ұшыратты. Татарлардың айту бойынша, қатыгез Ермактың кесірінен көптеген түркілер өліп, тірі қалғаны қазақ хандығына бас сауғылап, Сібір хандығының халық саны 80%-ға қысқарған. Ермак казак жасақтарымен қайда барса да бәрінің астан-кестеңін шығарып, жаппай тонап әйелдерді зорлап жіберіп отырды. Ермак сонымен қатар қазақ хандығына көз тастап, бұрынғы Алтын Ордадағы ең маңызды қалалардың бірі Сарайшық қаласын тонауды да көздеді. Сол мақсатта Ермак казак жасақтарын жинақтап жорыққа аттанды. 1581 жылы бейхам отырған Сарайшықтағы қазақтар мен ноғайлар жойқын соққыға тап болды. Сарайшықта 2000 адам өмір сүріп жатқан. Ермак әскермен бірге дереу еркектерді тегіс қырып салды. 3 күн бойы әйелдер мен қыздарды зорлап, артынша оларды да өлтірді. Қаладағы бар байлық пен мал-мүлікті түгелдей тонады. Тіпті Алтын Орданың көптеген хандары жерленген қабірлерді ашып, ол жақтан тонайтынды тонап, сүйектерін отқа тастады. Бір сөзбен айтқанда қаланың тас-талқанын шығарды. Ертіс бойындағы Уақ тайпасы қоныстанған ауылды да шауып кетті. Бұл уақытта сапарда болған Сәтбек батыр қайтып оралғанда шапқыншылықтан зорлықпен өлген туыстарын көріп қатты қайғырып, кім істесе де иттерсін басына қаптаймын деп қаһарланып тұрып кек қайтаруға әрекет жасады. Сәтбек Ермакты ұзақ уақыт аңдып, орайлы сәтті көп күтті. Сол жағдай 1584 жылы келді. Ермактың қасында 1000-нан астам адам ғана жасақ болып, олар Ертіске таяғында Сәтбек батыр қасына 30 батырды ертіп оларға жақындады. Күтпеген жерден соққы беруді көздеп, түн ортасында от секілді лап қойды. Казактар не болғанын түсінер-түсінбестен сермелген қылыш пен атылған садақтан, түйреген найзадан сұлап түсіп жатты. Сәтбекпен бірге келген 30 батырда туыстары бойынша кегі болса керек, барлығы жанкештілікпен аямай соққы беріп жатты. Ермак та бұл аласапыраннан абыржып, ашып бара жатқан жерден Сәтбек батыр қуып жетіп ұстаған күйі оны жеңіліске ұшатып, қолын шауып тастады. Артынша өзімен бірге ертіп келген итіне талатып, басын шауып алды. Ермактың денесі кескіленіп, итке азық болды. Ал казактар бастарынан айырылған күйі жан-жақта мәйіттері шашылып жатты. Сәтбек батыр Ермактың басын ұстаған күйі, әрбір басқыншы зорлықшылардың жағдайы осылай болады деп, Ермактың саутын трофей ретінде шешіп алып, казактармен қоса Ермакты Ертіске ағызып жіберді. Солайша шыққан тегі түркі болса да, орыстардың төбеті болып, Сібір халқына үлкен қайғы қасірет әкелген Ермак қазақ хандығына жорық жасап, өз ажалын тапты. Кейіннен орыстар Сібірді жаулап берген біздің қолбасшымызды қазақтың қолынан бейшара халде өлім тапты деу жарамайды деп ұйғарып, суға батып кеткен деп өтірік айта салды. 20 ғасырдың басында Ашты оқиғасы болып, қазақтарға өз тарихын ұмыттырып жібермей тұрғанда, Ақылбек Сапалұлы деген қайраткер
ел аузында сақталған Сәтбек батыр дастанын қағаз бетіне бастырып үлгеріп, атаман Ермакты қазақ батыры өлтіргені жайлы шындықты сақтап қалды. Ақылбек Сабалұлы келтірген нұсқада Сәтбек батыр Ермакты және казактарды басқа жағдайда үйіне келіп тұрған жеріне ұстап алып өлтіргені баяндалған. Достар, басқа да көп айтыла бермейтін тарихи оқиғаларды білгілеріңіз келсе, видеосындағы телеграм каналыма тіркеліп көре аласыздар.